әңгімесін оқып бастаған болатынбыз. Барымыз оқып кеттік па? Жарайсыздар. Біз сіздерді осылай 4 топқа алдын-ала бөліп қойған болатынбыз, иә? Уәде тобы, сағыныш тобы, арман тобы, және де бақыт тобы. Енді сабағымызды бастамас бұрын барымыздың есіңізде бар ма? Сержан Есмағамбет ағасымен алғаш кездескен кезде бір ән айтып отырады ғой. Мама, мәңгі дос сен ғана. Өте дұрыс айтасың. Қазір сіздермен осы әнді бірге қосып айтайық, иә? Сабақтың басын қызықтырақ бастау үшін. Бірге қосылып айтамыз. Сөздер мына жерде жазылып тұрады. Яғни дәл осы абзал ана әнін Сержан өзінің анасын сағынып отырған кезде өзінің Балмағамбет атасының бақшасында айтып отырған екен. Енді сіздердің осы тақырыпты оқып келгендеріңізді қазір тексерейік. Және де ең алдымен сіздерді топқа бөліп қойып, қазір сіздермен топтық жұмыс болады. Енді топтық жұмыста жасалатын, сақталатын ережелермен танысайық. Бірінші, міндетті түрде белсенділік танытамыз. Екіншіден, басқа топтарға сыйластық танытамыз. Топ ішінде де татулық және сыйластық болу керек. Және соңғысы, басқа топтар қорғап жатқан кезде міндетті түрде тыңдаймыз. Жақсы ма? Келістік па? Енді, Сержан бізде қай жерде тұрып жатыр? Ауылда. Алматыда анасы, иә? Ауылда. Енді біз сіздермен Сержанның ауылына барайық. Сержанның ауылындағы қораға барайық, иә? Қорадағы жануарлар бізге анасын сағынған бала бойынша сұрақтар дайындап қойыпты. Қазір соны сіздермен өтейік. Бірінші сұрақ, әңгіменің басты кейіпкері кім? Есмағамбет. Басты кейіпкер Есмағамбет па? Есмағамбет оның кімі? Ағасы. Келесі, Шыңғыс. Балмағамбет шал Сержанға кім болып келеді? Ол Балмағамбет Сержанға атасы болып келеді. Өте дұрыс айтасың. Келесі сұрақ, Сержанның жасы нешеде? Алихан? 4-те. 4-те ма? Логически ойласақ. Келесі. Нұрасыл. Есмағамбет Сержанды алғаш қай жерде кездестірді? Жүзімдердің арасын. Күнмен ойнап отырған кезінде жүзім ағаштарының арасында кездесті. Келесі сұрақ. Ескендір. Анасын сағынған бала әңгімесінің авторы кім? Жарайсыздар. Келесі соңғы сұрақ. Айсана. Күміскөл ол кім? Анасы Балмағамбеттің қызы. Келесі Сержанның мамасы қазір қайда? Айзере. Асхат жарайсыңдар, барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Енді қазір сіздерге бүгінгі біздің тақырыбымыз ана болғандықтан мен сіздерге қазір мына қағазды таратып беремін. Осы қағазға сіздер өздеріңіз ойларыңызды жазасыздар. Мен үшін ана кім? Жақсы ма? Сіздерге 3 минут уақыт беремін. Соны жазасыздар.
үшін ана кім? Bir сөзбен жазсаңыздар болады, сөйлеммен жазсаңыздар болады. Сурет салсаңыздар да болады. Мышка кімде бар білдер? Міне. Апай қанша сөйлем жетеді? Өздерің ойларыңды жазайын. Барлығы еркін түрде. Жазсаңыздар болады. Өздерінің аналарыңды ойлап отырып жазыңыздар. Святой деген қалып бар. Святой. Ана сені 9-ай көзімізден өткізген баққан. Мен сол себепті анамды өте қатты жақсы көремін және құрметтеймін. Анама көп-көп рахмет айтамын. Абдурахман. Мен үшін анам бақыт, байлық. Айтады ғой, ананың табанының астында жәннаттың кілті болады деп. Мен анамды ана жәннатым деп атаймын. Жақсы. Айсана. Мен үшін ана өмірімнің мәні, шырағы, қуанышы. Мен өз анамды жақсы көремін, себебі ол мені өмірге әкелді. Және анам мені қиын күндері қолдап жүрді. Әрқашан жанымнан табылды. Ескендір. Мен үшін анам ол бізді қорғайтын өйткені біз ауырсақ, анам бізге ойлап жұмыс істеп киім алып береді. Жақсы. Жарайсың. Так, на қатардан Алихан.
Мен үшін ана ең қымбат адам, себебі ана әрқашанда қиын жағдайда көмек береді. Мен анамды қатты жақсы көрем. Мен анамға әрқашанда қарыз боламын. Жақсы. Айлин. Маған ана ең жақын адам. Кез келген уақытта ол маған көмектеседі. Ол маған ұрсатын болса, ол маған жаман болсын деп ұрыспайды. Шынай кезінде менің бірінші көрген адам бұл ана. Мен ауырған кезде ол күні түні менің жанымда болады. Анама көп рахмет. Ол менің өмірім. Мен үшін ана ол менің өмірім, болашағым. Себебі ана болмаса мен осы өмірде болмайтын едім. Анам болмаса мені сүйіп, кім өсіретін еді? Кім маған өз махаббатын бөледі? Менің анамның аты Индира. Ол қасиетті адам. Анама мың алғыс. Сізге рахмет. Анам жақсы көрем. Мен үшін ана ең қымбат, мейірімді, әрқашан көмектеседі. Еңбекқор, сені өте қатты жақсы көретін, қиын кезде көмектесіп, қолдайтын адам. Айзере. Ана әлемдегі ең асыл әрі әдемі жан. Ананың мейіріміне еш нәрсе жетпейді. Ана біздің өміріміздің гүлі. Мен өз анамды қатты жақсы көремін. Айлин. Мен үшін менің анам ең жақын, ең адал дос. Бұны сөзбен жеткізуге болмайды. Менің анам үшін бәрі істеймін. Анам өте әдемі, ақылды және мейірімді адам. Нұрасыл. Мен үшін ана өмір басының тәрбиешісі, адал досы. Ана маған аяқ басуға көмектесіп бәрін істейді. Және мен анамды құрметтеймін. Айару. Мен үшін ана ол әлемдегі ең керемет дана адам. Аналар өте әдемі, мейірімі шексіз болады. Кішкентай сәбидің жылаған дауысын естісе, барын салып жұбатуға асығады. Мен өз анам үшін барын жасаймын. Мен үшін ана ең жақсы мұғалім және ең адал дос. Өйткені ол сен бір істі дұрыс емес десең, ол саған ұрыспай бәрін түсіндіріп береді, ал қиын кезде көмектесіп қолдап жүреді. Мен анамды және әкемді бірдей жақсы көремін. Мен анаммен өте бақыттымын. Біздің анамыз бізді қорғайды, қолдайды, еркелетеді. Біздің анамыз болмаса, біз бұл өмірде жоқ болушы едік. Періштем. Мен оны қатты жақсы көремін. Ол мені әр жерлерді көрсетіп, мектепке оқуға, білім алу үшін берді. Менің досым, ең бірінші жан досым. Мен өскенде барлығын анама көрсетемін. Ол бақытты болса ғана болды. Мен үшін ана ол періште. Мен үшін ана ең қымбат жан. Маған қамқорлық танытатын жалғыз адам. Балаларым дейтін, өз балаларын ойлайтын жалғыз адам деп ойлаймын. Жарайсыңдар, қаншама керемет ана туралы пікірлер естіп жатыр, иә? Сендердің ойларында, сендердің іштерінде жатқан аналарыңа деген ыстық сезімдерді естігеніме қуаныштымын. Келесі, сіздермен не үшін біз топқа бөліндік? Топтық жұмыс жасайық, иә? Сіздермен бірінші топ, уәде тобына тапсырма. Сіздер Сержанның Instagram парақшасын жасайсыздар. Қазір сіздерге мына жерде плакат таратты. Бұл Сержанның Instagram парақшасы. Қазір сіздерге қосымша суреттерді таратамын. Екінші топқа, бізде сағыныш тобына қаладағы Сержан мен ауылдағы Сержанның өмірін салыстырасыздар. Егер де Сержан қалада тұрса, өмір қандай болушы, және де ауылдағы қазіргі өмір салыстырасыздар. Үшінші топ сіздерге Алихан кітаптағы оқулықты пайдаланып, оқулықта кездескен адамдардың эмоциялар, сезімдер білдіретін сөздер бар ғой, соларды теріп жазып, мағынасын айтасыз. Сағыныш деген эмоциялар жатады, иә? Иә, сағыныш, мынау қайғы,
ушу Есмағамбет ауылға келген кезде туыстарын естіп қуанып қарсы алады ғой. Келесі сіздерге не үшін әңгіме анасын сағынып
негізі бірінші сабаққа алтын сабаққа сондай көзімізді оқып үшке ауыстырдық та мен жетіде үшінші сабаққа қарсы жеті болған сабақ Ең бірінші бізде бастасын. Уәде тобы бастасын өздерінің Instagram желілерін. Қалған топтар тыңдаймыз. Жүзім бақшасынан тұрады. Сосын оны атасы келесіледі. Бізге көрсетеді. Атасы оның балмұздақ жақсы көретінін біліп, оған балмұздақ сатып алып кетеді. Яғни Сержанның ең сүйікті тәттісі балмұздақ. Ол осы тынымай Нұрмағамет осы нені дүниеге келді. Мынау Сержан не құмда ойнатқан әндет. Ал мына жақта Сержан өзінің атасымен атасын өте қатты жақсы көріп, және де атасы онымен қамқорлықпен қарағанын біле аламыз. Бұл бешбармақ атасы Сержанға бешбармақ жасап беріп, Және Есмағамбет, Балмағамбеттің інісі келген кезде қонақ көп күтеді, иә? Сол кезде барғы дастархан басында отыратын эпизод бар, иә? Әжетте Есмағамбет жемістер бақшасында жүріп, жүзім өсетін жерге барғанда, ол мама, сен солай жандана деген Сержанның дауысын естиді. Бірақ та оны көрмегеннен кейін жақындап барғанда Сержанды көреді. Ең соңында оны Есмағамбет Алматыға алып кетсем деп, Сержанды алдап, пойызға өзі отырып кетіп, Сержанды тастап кетеді. Сол ол қайғырып жатқан жері. Бірақ ең соңында оны ұмытып күліп настроениясы көтеріледі. Жарайсыңдар, бірінші топқа қол шапалақтап қояйық. Екінші бізде Бақыт тобы. Келіңіздер. Бақыт тобына әңгіме не үшін анасын сағынған бала деп аталды? Сұрақ берген болатын. Келіңдер. Оқи беріңдер. Сержан анасын көп көрген. Анасы қалада жұмыс істеген.
сержан атасы мен әкесінің қолында өскен. Ол анасын өте қатты сағынып көргісі келді. Сол себепті ана баланың өміріндегі үлкен рөлді атқарады. Анасы базарда Алматыда жұмыс істеп жүр. Сол үшін Сержан оны көре алмайды, иә? Ол анасы сержан үшін көп еңбек төгіп жұмыс істейді қалады. Сержан ата әжесімен қолында өскен. Қорытындылайық, не үшін анасы қалған бала деп аталады екен? Себебі ана баланың Басқа топтар келісеміз ба? Ана баланың өмірінде маңызды рөл атқарушы дейді. Бағана өздері мен үшін ана кім дегенде осы сұрақтың жауабын барлықтарыңыз жаздыңыздар деп ойлаймын, иә? Екінші топқа рахмет. Үшінші топ. Сағыныш тобы. Келіңіздер. Бұл жерде сағыныш тобына мынандай тапсырма берілген болатын. Сержанның ауылдағы өмірі және де егер де Сержан қалада тұратын болса. Негізі бешбармақ бұл ауылдың тамағы деп ойлаймыз. Себебі көбінесе әжелер, тәтелер және аталар бешбармақты дайындайды. Иә. Мына суретте біз баламен әкесі мен анасының магазинде тағам алғанын көріп жатырмыз. Менің ойымша Сержан мама дегенін атасы оның анасына айтты. Сержанды анасы мен әкесі қалаға алып кетті да, онымен бірге қыдырып жүріп магазинге барып тамақ сатып алған. Жақсы. Мына суретте біз алма ағаштарының бақшаның арасында Сержанның ән айтып жатқанын көреміз. Ол жерде мама туралы ән айтады. Бұл суретте біз Сержан сәлеммен тамақты жеген көріп тұрмыз. Себебі қазіргі заманда сондай тамақтар өте танымал болып жүреді. Мынау суретте біз бала бақшаны көріп тұрмыз. Сержан қалада тұрса, осындай бала бақшада оқушы еді. Достарын тауып алып, жақсы өмір сүруші еді. Мына суретте бізде Сержанның атасы мен апасын көріп тұрмыз. Және олар Сержанды қарсы алып, бешбармақпен қарсы алып тұр. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Арман тобына тапсырма осы әңгімеде кездескен адам эмоциялар, адам сезімдері туралы. Есмағамбетті пойыздан бәрі оның туысқандары күтіп алады. Сол үшін бәрі қуанып, осындай қуаныш деген эмоцияны алдық. Анасын сағынып, мама деген өлеңін айтып, сол суреттен біз сағынышын көрсетіп, сағыныш деген Жарайсыңдар. Келесі. Армандау. Оның арманы анасын көру болған. Тағы. Ол кішкентай кезден бастап анасын сағынып, өзі ойнап жүргенде анасы туралы өлең айтып, анасын сағынып, соны көргісі келген арманы. Ал үміттеніші? Ол арманы анасын көру болғасын, ол болашақта өзінің анасын көремін деп үміттенген. Үміттену себебі ол Есмағамбет Сержанға уәде берген, оны қалаға апарамыз, бірақ оны ата-анасы деп бұлақ, әжесі, атасы сол жібермеген Алматыға. Сол үшін сол үміт берген. Яғни Сержан үміттеніп қалып, бірақ
Алматыға анасына жете алмай қалды. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Айзере кел. Так, Зарина кел. Зерде. Так, мына жерде сіздерге ана туралы мақал мәтелдер, нақыл сөздер берілген. Қазір біз 3 топтан таңдап алдық. Осыдан 3 торт кесегін таңдап алып, соны сіздер мақалдың мәнін түсіндіресіздер және тақтаға жазасыздар. Қалғанымыз осы тапсырманы дәптерге орындаймыз. Дәптерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 7-сі ана мен баласы. Қалғанымыз осы дәптерге жазамыз. Біріншісі, анасыз өмір сөнген көмір дейді. Сөнген Көмір. Сөнген көмір. Оны қалай түсінеміз? Аяру. Анасыз өмір сөнген көмір дейді. Осы мақалды қалай түсінесіз? Аяру. Анасыз өмір сүрсең, дүние қап-қараңғы болып кететін дейді. Себебі ана ол өмірге нұр шашып тұрады. Анасыз өмір, сөнген өмір дегеніміз, менің ойымша, анасыз біз өмірді кішкене деген қиында жетім болып қалуымыз да мүмкін, немесе біздің ішкі сезіміз өшіп қалады. Және де сөнген көмір деген, сөнген көмір сияқты біз басында от сияқты жанып тұрсақ, сөніп қалған сияқты боламыз. Айзере. Ананың сүйген жері отқа тимейді, оқ та тимейді. Бұл мақалдың мағынасы, ана өз баласын өте қатты жақсы көреді. Ол өз баласы үшін барлығын істей алады. Жақсы, отыра қой. Зарина. Ағайын алтау, ана сен бір анадан бірнеше ағайынды, анамыз өзі жалғыз бірнеше ағайын туады. Ал анамыз өзі жалғыз, сол барлық қиындықта анамыз өзі ғана барлығын көтереді. Жарайсың. Өте дұрыс. Дәптерге жазып болдық, я? Енді жазып болсақ, сабағымызды қойынбай. Мен сіздерге мына қағаз қарап берем. Осыны, бірақ бүгінгі рефлексияның ерекшелігі, сіздер бұны маған бермейсіздер. Өздеріңіздің аналарыңызға тілек жазасыздар. Өздеріңіз аналарыңызға тілек жазасыздар да, кешке үйге барғанда осыны аналарыңызға ұсынасыздар. Болды ма? Сосын келесі сабақта аналарыңыздың эмоциясын түсінуге айтасыздар. Так, үй жұмысын жазып алайық. Үй жұмысына. Так, сіздерге үй жұмысына Сержанның анасымен қауышуы тақырыбында қысқаша эссе жазасыздар. Яғни, шығарманың соңында Сержан өзінің анасымен кездессе, қандай жағдай болатын еді? Жақсы ма? Қауышуы. Анасымен кездесуі. Жақсы ма? Рахмет, сабақ аяқталды. Тоқтаңдар. Компьютер.